нақисатул ақыл деп айтқан әйелдерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Әйелдердің ақылы аз болады деп айтқан. Ал енді мына ақылдың аз деп айтылғанның мағынасы не? Бұның мағынасы мынандай емес, бұлар ақымақ деген. Бұларда түсінік жоқ, ешқандай логика жоқ деген сөз емес бұл дейді. Ұлдар мен қыздар мектепте результатын қарайтын болсаң, қыздардың результаты жоғары болады деп всегда. Неге сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нақисатул ақыл аз деп айтқан? Бұл жерде айтылған себебі дейді, әйелдердің эмоциясы ақылынан асып түседі дейді. Яғни эмоциясы шыққан кезде бастары істемей қалады дейді. Егер біреуді жақсы көрсе, онда бүкіл әлемнің адамдарының бәрі қырылып қалса да, осы адам бар болса болды, басқа ешкім керек емес. Сондай болып қалады дейді, жақсы көрсе. Ал егер біреуді жаман көрсе дейді, бір ауыз сөзге бола. Егер мұна қазір жер ашылып кетсе, сол кіріп кеткенін қалап тұрады. Соншалық қатты жаман жек көріп кетеді дейді, бір адам жек көрсе. Осы шиддат, осы қаттылық олардың ақылын нақис қылып қояды дейді. Ақылын азайтып қояды дейді.